сізге көптен көп рахмет. Мен енді осы жерде айта кетейін, біздің лайым шашбауымызды көтеріп, барлық қуанышымызды бірге бөлісіп, жолда алысынбай, жұмыстардың бәрін сырып қойып, сонау Астанадан ат терлетіп келіп отырған менің дәу бабам, дәу мамам, сіздерге көп рахмет. Көп рахмет сіздерге. Менің нағашым Шымкенттен жаңағы айтып отыр ғой, ат терлетіп келіп отыр деп, Қалбек нағашым осы жерде, Ораз нағашым, көп рахмет сіздерге. Көп рахмет. Сол той құтты болсын, барлықтарыңызға осындай той жұмысты болсын, деттеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Енді папа мен мамамның бізге қалай айтсам екен, біздің осындай жақсы тату-тәтті отбасы болуымызға осы кісілердің үлгі өнегелері, тәлім тәрбиесі бірден бір себепкер. Сіздерге көп рахмет. Енді өздері айтады ғой, сендерге әлі бала жоқ деп, төртеуі де біздікі деп, енді баламыз демеймін, інілеріміз дек, Нұрәділ, Ернар. Құтты болсын, сіздерге тек қана жақсылықтарын көрсетсін. Лайым осындай үйімізде береке бірлік болсын, ырыс ынтымақ болсын. Көп сіздерге үлкен рахмет. Қай бала болсын, қандай той болсын, қандай қуаныш болсын, ешқайсысын назардан тыс қалдырмайды. Барлық балалардың шілдеханасында, тұсаукесерінде, міне Аллаға шүкір сүндет тойға да жетіп отырмыз. Көптен көп рахмет. Барлықтарын өздері ұйымдастырып, қаншама дайындалып, осы тойдың жақсы өтуіне атсалысып жатқан барлық қайнағаларыма, бауырларымызға, Жанбота жеңгеме, Айжан келініме, барлықтарыңызға көп рахмет. Лайым осындай молшылықта, кең дастарханда, жақсы күндерде бір-біріміздің қызық қуанышымызды бөлісіп, шашбауымызды көтеріп, ырыс ынтымағымыз ажырамай, тек қана жақсы күндерде жолығуды Алла өзі нәсіп етсін. Енді тағы бір айта кетейік, біз Жомарт екеуміздің мама папаға дайындаған сыйлығымыз бар. Дубайға путевка! Сөйтіп айдат шығар деп атыр. Жақын айттыңыз. Бұл кісілер жылда өзі алдыңғы жыл Сарыағашқа барып демалып келіп отыр Шымкентке. Биыл енді Аллаға шүкір тойдан кем емеспіз. Қол тимей жатыр демалуға бұл кісілерде. Сондықтан Жезқазғанға, профилакторияға 10 күнге путевка.